Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге ең дәмді, оп-оңай, үлпілдек оладьиларды дайындайтын боламыз. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: 300 мл айран, 200 грамм ұн, 1 шай қасық сода, 1 ас қасық қант және шым-шым тұз керек. Енді айранға содан саламыз. Пенчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантымызды және тұзымызды саламыз. Пенчикпен араластырып аламыз тағы да. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді ұнымызды бөліп саламыз. Тестамыз қою болу керек. Не осындай бір текті масса болу керек, және осылай қою болу керек. Оладьилардың үлпілдек болып шығуы осы тестаның қоюлығына да байланысты. Табаға кішкене май құйып, оладьиларды төмен отта пісіреміз. Міне осындай қоюлықтағы оладьимызды енді табаға салатын боламыз. Майымыз қызды. Міне осындай қасықпен мен салам. Міне көріп отырсыздар, оладьилар қалай түсіп жатқан. Және бір-бірінен алшақ болу керек. Міне осылай оладьиларымыз салғаннан кейін крышкамен бетін жауып қоямыз 3 минутқа. Міне 3 минут өтті. Енді аударамыз. Енді тағы да крышкамен 1-2 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне бізде осындай түстері әдемі, жұп-жұмсақ, үлпілдек оладьиларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз, кеңес беремін. Бір жасағаннан ақ сізде міне осындай ортасы піскен, үлпілдек оладьилар сіздер шығады. Міне көріп отырсыздар. Осылай іші күшті болып пісу керек. Жұп-жұмсақ. Енді соңғы штрих, мен осылай шешірнімен үстінен жағып шығам. Одан да дәмді болады оладьиларыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видеоның соңына дейін қарасаңыз, лайк қойып, коммент қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.